Намыс құлақ, бөкен қабақ, жібек жал, шоқтығы бейік, көпшек сан, құйма тұяқ. Өткенге көз жүгіртіп тарих пен әдебиеттегі деректерге сүйенсек, ата-бабаларымыз қазанаттарын дәл осылай суреттеген. Бірақ 18-19 ғасырларда бұл сәйкіліктер арнайы түрде жойылған деседі. Бізде атты күлі адамдың өзін қырып жүрген заман болды ғой. Аттың да тектісін арнайы түрде құрды. Өйткені оның генетикалық жатысындағы тектің бәрін өшіру үшін бір шабуыл қазақтың атына жасалған негізі. Оны міндетті түрде білуіміз керек. Қазақтың қазанаты қалай жойылды және қолда барын қалай сақтап көбейтеміз? Талғат Уәлидің арнайы репортажына назар аударайық. Арғымақ жайлы айтпас бұрын сөз басында мына мәліметтерді ескерген жөн болар. Шетелдік ғалымдар осыдан 6000 жыл бұрын жабайы жылқылар алғаш рет солтүстік Қазақстан облысындағы Ботай қорымы маңында қолға үйретілгендігін дәлелдеп отыр. Ал бабалар мінген таза арғымақтарды сұрыптап шығару бүгінде Қостанайдағы Қазақ тұлпары зауытында 15 жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Алайда нағыз қазанатқа әлі де қол жеткізген жоқпыз. Себебі бұл процесс ұзақ жүргізіледі. Алдымен қостанайлық тұқым мен ағылшын, одан бөлек араб айғыры мен қостанайлық байтал будандастырылады. Олардан туған құлынның 4 атаға дейін тазағаны сақталып, өзара ұйықтырылады. Ал олардан туған төл тағы 4 атадан кейін бір-бірімен будандастырылады. Міне, осыдан кейін бабалар мінген қазанаттың тұқымы алынады. Ғалымдар бұл процесті жасанды жолмен де жүзеге асыруда. Осыдан кейін асыл тұқымды жылқының ұрығы температурасы 169 градус суыққа дейін төмендетіледі де, кристалл күйінде сұйық азоттың ішінде сақталады. Мәселен, мына ыдыста 10 жыл бұрын алынған шетелдік айғырлардың ұрықтары бар. Осындай қапшықтың ішінде әлгі мінекей айғырдың өзінің несі бар. Мінекей жазуы бар, мына жақта жазуы бар. Сол керек айғырдың ұрығын аласың да, ана жаққа алып барып, содан кейін барып, оны қайтадан нетесің, жібітіп барып, сосын биені осымен ұрықтандырады. Осылайша құны 10 мыңнан 150 мың долларға дейін бағаланып, шетелден сатылып алынған айғырлардың ұрығы 100 жылға дейін сақталады екен. Зертханадағы ғалымдар ұрықты жатырға түскеннен бастап 11 ай бойғы жетілу процесін күнделікті қадағалайды. Лаборатория қызметкерлері тұқымның дамып жетілу кезеңін жіті бақылауда ұстайды екен. Мәселен, менің қолымда біз айтып отырған қазанат тұқымды жылқының 2 айлық құлыны. Мұнда құлынның омыртқасы, көзі, аузы, аяқтары тіпті жынысына дейін анық көрініп тұр. Ауыл шаруашылығы министрлігі өкілдерінің айтуынша, бұдан былай зауыттың ғылыми жұмыстары ғана мемлекет есебінен қаржыландырылмақ. Бұл үшін биыл 40 миллион теңге бөлінеді екен. Ол тұқым шығаруға ең кемінде 25 жыл керек. Мысалы 15 жылдай ол қазір осы шығару үстінде. Тағы да мысалы 5 жыл керек болса, 10 жыл керек болса, сол тұқымға бөлінетін ғылыми зерттеулерге біз оны толық қамтамасыз етіп отырмыз. Зерттеу демекші, зауытта бұл мәселе толығымен жолға қойылған. Бұнда ДНК зертханасы да бар. Сол арқылы төлдің қанша пайызы анасына, қаншасы әкесіне тартатыны алдын ала белгілі болады екен. Кейде 2 құлын түсіп қалады жатырда, 2 болады. Сол 2 болған кездерде біреу бір құлынды ішінен алып тастау керек болады. Бұл ғылыми жұмыстар жүргізу үшін өте керек нәрсе. Мынаны жаңағы жатырдың ішіне кіргізеді, мынаның басында сканерлары бар. Сол сканерлар арқылы мынаның бәрін көріп отырады. Зауыт қызметкерлері қазақ жеріндегі 3 жылқы тұқымының бірі Қостанай деп аталатын осы түрді де сақтап отыр. Мұғалжар, көшім тұқымдары сынды бұларда өз қанын жоғалтпауы тиіс дейді мамандар. Ауыздығымен алып барысып тұрған бұл тұлпар Қостанай тұқымды Наурызтой есімді жылқы. Зауыт басшылығы Қостанай жылқысының тұқымын таза сақтау үшін мұны ешқандай қоспамен шатастырмай, таза тұқымын сақтап отыр екен. Бұл таза қазақтың жеріне шыққан ат деп айта алмаймыз. Кәдімгі баяғыда бабаларымыз Парсыға барып, Түркіменге барып, Қызылбасқа барып дейді оны Парсына. Қызылбасқа барып, анау Европаға барып, Қытайға барып, аттың кәдімгі түрлі тұқымдарын алып кеп будандастырып, осыдан қазанат жасаған. Қазір зауытта 200-ден аса арғымақ бар, оның жартысы асыл тұқымды, әрқайсысының өз есімі бар. Қызығы мұнда Қамбарата тұқымына ат қоюдың өзіндік ережесі қалыптасқан. Тойғасқа деген ат жылқы тұр. Ол күреңнен өзінің несін еттік. Соның кейін әкесінің аты Талисман. Талисман деген Т әрпінен тұрғаннан кейін, мынау өзі еркек болғандықтан Т әрпінен басталу керек Тойғасқа. Шешесінің аты Сафари. Сафари деген
Оны С деген әріптен басталып тұрғаннан кейін бір жерінде С әріпі тұру керек. Арғымақ мінез халқымыздың сәйгүлікке деген құрметі ерекше екенін білеміз. Бірақ бұл зауытта көрген бір жайт бізді таңғалдырмай қоймады. Бәйгенің алдын бермеген немесе көп тұқым таратқан арғымақтардың қартайып өлгенде бауыздамай, бар әбзелімен ер тұрманын тағып, арулап тұрып жерлейді екен. Жерлеу рәсім жасалғанда терең қып жер қазылады да, өзінің ер тоқымымен, жүгенімен, басындағы өзінің жүгенімен, өзінің ер тоқымымен ақырын жерге қойылып, бері қарай қарап тұрған сияқты қылып тұрып қойылған бұлар. Тік тұрғызып, төрт аяғында тұрған сияқты басын көтеріп берге қарап тұрғандай болып тұр. Зауыт жұмысын көзбенен көріп, толағай табыстарына куә болған біз, қабанбай мінген қубастың, ақан сері тақымдаған құлагердің, қобландының, тайбұрылының ізі болар қазанат тұлпарлары қазақ жеріне қайта келер деген үміттеміз. Талғат Уәли, Қанат Жұмабек, Талғат Жұлтанов, 7 News, Қостанайдан.